Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда тағдыр тәлкегіне түскен тағдырлардың оқиғалары баяндалады. Арнаға тіркеліп кетіңіз. Соңғы кездері онсыз да ию-қию ұйқысынан әлсін-әлсін оянып, мазасы болмай жүрген шал әдеттегідей таң қылаң бере қолына фильтрсіз сигаретінің талын ұзақ-ұзақ иіскеп отырып, дүниеге бей-жай мағынасыз көз тастаған. Төменде тырп-тырық аяқ дыбысы естіледі. Бара-бара ол көбейіп, гүрсіл сарыл машиналардың ары да бері де шөткірінгені, бір жағында қаланың қалың нөпір тірлігі басталады. Бет-бетімен безіп бара жатқан жұрт, бет-бетімен безіп келе жатқандар да солар. Кім не бітіргелі барады, кім не бітіріп қайтты, оны білісіп, сұрасып жатқан ешкім жоқ. Су! Ұлының қарлыңқы даусы балконға әзер-әзер жетті. Су! Құзғын сәрден көні кепкен итай. Зығырданы қайнаған шал ас бөлмеден үлкен зерен су алып, баласы жатқан бөлмеге кірген. Бет аузын көгілдір тартып, өн бойының арса-арса шыққан неме әкесіне ала көзбен қарады. «Яшы просил жаныма су әкеліп қой» деп. «Мынаны не, тауысып тастағансың ба?» Шал төсек жанында тұрған шәугімнің қақпағын ашты. «Бір түнде? Жалко, что ли?» Баласы зерендегі суды қылқ-қылқ жұтып алды. «Как там насчет выпивки?» «Бір-екі ұрттам ғана. Давай сюда». Баласы жарты стакан самогонды қолы дірілдеп, қақалып шашалып зұрғашты. «Ят, что ли?» деді сосын біраз тұншығып отырып. Шал жауап қатпай шығып кетті. Азылдатып шай қойған. Қанша жылдардан бері осы. Өз шайын өзі қояды, өзі ішеді. Ет соған әбден үйреніп алғаны соншалық, баласы үйге қайтып келгелі бөлмелер тарылып, дыбысы ұлғайып, мұның тынысы тарылып кеткен сияқтанады. Жанына жайсыз, өзінен басқаның бұған керегі жоқ, өзіне өзі ғана керек. Басқаны қайтеді, баласының қайтып келген қырсығын көрмейсің бе? Итай, өзінен туды дегенмен, бала кезінен жат болып қалғанда бауырың езіле қоймайды екен. Өзгеден көріп жүрген әкелік мейірімін өзіне қанша іздесе де таппай қойған. Бір подъездің бір қабатында тұратын 4 отбасылы жылдар бойы қатар жасап та бірін-бірі біле бермейтіні әркім өзіне ғана керек. Еш қайсысы да осы көршілердің жағдайлары қалай өзі деспейді. Өзгелер үшін тияқ серппейтін тұйық тірлік. Шал әбден көндіккен, өзіне қалайтын өмір. Мұнда ұл болған соң шүйіркелесіп отыру дейтін ұғым бөтен. Ұзақ жылдар паровоз кабинасында қиыр-шиыр кезген ғұмыры әуелде дала безер қылып жіберген. 40-тан енді асқанда қатыны өлді. Қайта үйленген жоқ, керек қылмады. Пойыздағы қызметті, қыз қырқынның қызығын місе тұтты. Ойна күл, алдында еш борыштар емессің. Осылай өткізді ол өмірін. Қала, жол, рельс. Оқта-текте ауыл еске түсетін. Сонда туады ғой ой. Өсті. Бірақ әскерден соң темір жолшылардың оқуын бітіріп, пойыз жүргізіп кетті. Өмірі рельстің үстінен шықпайтын. Анадайда аузы қисайып, әкең өліп жатса да, пойызды тоқтатуға болмайтын кәсіп ол. Осыдан кейін бұл ауылды да, ауылдағы ағайын туғанды да баяғыда ұмытқан. Олардың да мұны тарс естерінен шығарғаны күмәнсіз. Мұндағылар және білмейді. Дос жаран дегенге обастан үйір емес тұғын. Бірдекілімен соншалық әмбей-жәмбей болмаса да, анда-санда шай берсіп жүрушеді, әйелі өлген соң ол да тыйылған. Үйелменділермен араласуға жалғыздылықтың сәні келмейтін болып шықты. Сосын жан жағына қолды бір сілтеген, әйтеуір жалғыз ұл бар. Ұл үйлене сала қайнатасының қолында тұрды. Алғаны прокуратурада беделді қызмет істейтін бір дөкейдің маңдайға басқан жалғыз екен. Сөйтетін рас болса, біздің үйде тұрамыз деп, ұлын қолдарына кіргізіп алған. Орысшалау өскен, баласында қазақтың күшіккеу дейтін намысқа тиетін ұғымы да жоқ болатын. Жалғыздың жайы белгілі. Өзінен жаралды дегенмен, түр-түсі біртүрлі бөтен. Көбіне көп анасының бауырында,
жанында болды. Бұл пойызбен рельс болып қиыр-шиыр дүние кезумен ресторанда істейтін орыстың ышқыры боз, тоқ балтыр, қалың құйрық, қиылған бел, қаз бөтеге, қыз келіншектерімен алма-кезек көретін рахатмен жүрді. Үй жайды оншалық қап еліне ала қоймайтын. Өмір өте берді ғой. Жылжыған жылдармен бала да өсті. Мектеп бітірерде біраз қалғанда шешесі өлді. Сосын бұл күтуші әйел жалдаған. Өз жол үстінде болған соң балаға қарасын дегені. Қарауын ол байғұс қарады ғой. Бірақ баласы өзі білерменімен өсті. Сыра шарапқа үйірлеу болды. Сөйтіп жүріп мектеп бітірген. Сұраған парасын беріп, институтқа түсірген. 5 жыл бойы сол бергенін жыл сайын бере жүріп, оқуын бітірген. Бағы шығар, прокурор болып істейтін дөкейдің қызына үйленген соң, қайын атасының даңғарадай мекемесінен теккетерес мекемеде прокуратураның қызметкері болып шыға келді. Ендігі талай-талай белеске шығып тау төбесінен қарап тұрар меді, түбіне ішімдік құрғырмен қыз қатын жетті. Ұлы қыз қатыны мен ішімдіктің қыр соңынан өкшелеп қалмай қойды ғой. Үйленгеннен кейін көп ұзамай араққа сылқия тойған күндері қайдағы бір сары албастыларды үйге алып келетін пәлеге ұшыраған. Орысша оқып, орысша сөйлеп өскен жуадар солғыр. Батона грузиншелейді. Развлекаться надо, дейді. Итау мұның кім? А какая разница тебе? Лучше сообрази закуску. Қайт еді. Барын столға қояды. Қойып өз бөлмесіне кетпек болса, ұлы жібере қоймайды. Давай, Батона, с нами. Бірдеңе ұрған ба? Да брось, старина. Енді мына қыздан не говори ерунду. Бұған бари бир, дейді ұлы, ананың шолтиған юбкасының астына тақымына дейін көрініп отырған жуан ексанның арасына көзін сатып.